Құстар көктем жаршысы. Көктем басталысымен жылы жақтан құстар топ-тобымен ұшып келеді. Ең алғашқы болып көктем хабаршысы ұзақ қарға келеді. Содан кейін бозторғай мен қара торғайлар келеді. Қара торғайлар келісімен күннің көзі ашылып жылына бастайды. Оның артынан аққу, қаз, үйректер топ-тобымен келе бастайды. Олар жолдың талай қиындықтарын бастан кешіреді. Құстар біздің досымыз. Сондықтан да ата-бабамыз құстарды қадірлеп құрметтеген. Құстардың атын өз балаларына қойып, ұлдарын сұңқарға, бүркітке теңесе, ал қыздарын әнші бұлбұлға, адам досы қарлығашқа, тотықұсқа, сұлу аққуға теңеген. Қазақтың аңыз ертегілерінде құстар туралы көптеп мысалдар болса, ақын жазушыларымыз құстарға өлең жырларын, мақалаларын, зерттеулерін көптеп жазған.